Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді, балаларға қатты ұнайтын фруктовый салат дайындаймыз. Бізге керек жемістер 2 дана алмұрт, апельсин, құлпынай, киви, алма және осыған қосатын 2 дана йогурт керек болады. Және де осы салатқа тағы да басқа жемістерді өз қалауыңыз бойынша қоса бересіз. Алдымен жемістерді жақсылап жуып алып, оларды бірдей көлемде төртбұрыштап турап аламыз. Мен жемістердің ішінен апельсин, киви және алманың қабығын алып, және оның ортасындағы дәнін алып тастадым. Осылай ыдысқа барлығын турап саламыз. Барлық жемістерді турап ыдысқа салып алдық. Енді оның үстіне йогуртты салып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Құлпынаймен салатымызды безендіріп қоямыз. Тез ғана дайын болатын салатты жасап көріңіздер. Видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып қойыңыздар. Барлығыңыздың назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.